Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз бүгін дөңгелек стол ортасына жиналып отырмыз. Біздің бүгінгі дөңгелек стол барысында мен өз шебер сынып өткіземін. Бұл шебер сыныптың негізгі тақырыбы менің әдебиет сабақтарында қолданылатын әдіс тәсілдерімнің бірі. Сондай әдіс тәсілдердің бірі қазіргі жаңа заман оқыту технологиясына сәйкес лэпбук оқыту әдістемесі деп аталады. Лэпбук оқыту әдістемесін мен мысалға мына тұрған ұяшықты көріп отырсыздар, иә? Осы ұяшықтан бастап сіздерге түсіндіріп өтейін. Бұл ұяшық негізі бір ғана тақырып көлемінде жасалынады, яғни бірнеше ұяшықтардан тұрады. Мысалы, мына ұяшыққа тоқталатын болсақ, бұл ұяшықта Бейімбет Майлиннің өмірбаяны. Мына ұяшыққа тоқталатын болсақ, бұл жерде Бейімбет Майлиннің өмір жолынан үзінділер кетеді. Мына ұяшықта тоқталатын болсақ, бұл ұяшықта жаңа Бейімбет Майлиннің қызмет еткен жылдары. Мына ұяшықта тоқталатын болсақ, мысалға Бейімбет Майлинмен жаңа қызметтес болған, әріптес болған, сол кісінің еңбек жолында бірге істескен ірі жаңа тұлғалардың бейнелері беріліп отыр. Енді осыдан барып негізгі жаңа лэпбук оқыту әдісінің тағы бір бөліміне тоқталатын болсақ, ол жиналмалы кітапша. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл лэпбук негізі ағылшын тілінен аударғанда жиналмалы, қозғалмалы кітапша деп аталады. Енді қазір мен сіздерге осы кітапшаның жасалу жолын түсіндіріп өтемін. Әріптестер, міне өздеріңіз көріп отырғандай, менің лэпбук оқыту әдісі бірнеше бөлімнен, бірнеше парақшалардан тұрады. Бұл лэпбук оқыту әдісінің ең бір қызықты жерлері бұл әртүрлі жиналмалы кітапшалардан тұрады, қозғалмалы кітапшалардан тұрады, ашылмалы кітапшалардан тұрады. Яғни бұл оқушыларды оқыту барысында өте тиімді, яғни оқушылар үшін өте қызықты, оқушылар қызыға орындайды. Енді сіздерді бірінші бөлімнен таныстырып өтетін болсам, бұл бөлім зерделі де зеректі деп аталады. Бұнда мен көбінесе 10 сұрақтан тұратын викториналық сұрақтар алдым. Соның бірінші бөліміне тоқталып болсақ, Бейімбет Майлин қай облыста дүниеге келген? Яғни оқушылар жауап береді, және жауаптарын келесі бетте тексереді. Міне, Қостанай облысы. Яғни мына бөлікте 5 сұрақ, мына бөлікте 5 сұрақ. Енді екінші бөліміне тоқталатын болсақ, білімді мыңды жығады. Осы бірінші бөлімдегі викториналық сұрақтарды пысықтау мақсатында тест жұмысы, яғни бұны балалар қызыға орындайды. Мұнда мысалы Бейімбет Майлин қай жылдары өмір сүрген? Әртүрлі нұсқалары беріледі, оқушының жауабы тыңдалады, келесі бетінде сол тесттің жауабы тұрады. Яғни енді келесі бөлім өте қызықты, бейнелі әңгіме деп аталады. Бұл бейнелі әңгімеде өздеріңіз қарап отырсаңыздар, өте қызықты жиналмалы кітапшаны көріп отырсыздар, иә? Енді оқушы осы суретті қарайды, мысалы, Айқап журналы туралы не айтасың деп оқушыға сұрақ қоямыз. Сол кезде оқушы Айқап журналының Майлинге қандай қатысы бар? Сол туралы өзінің білетінін баяндап береді. Немесе мына бөлімде, мына суретте не көріп тұрсыңдар? Бұл бөлімде мысалы шұғаның белгісі. Яғни осы жайында әңгімелейді. Оның жалғасы мына жерде тағы да бар. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырсыздар, Бейімбет Майлинмен қызметтес болған кісілер, яғни Мұхамеджан Сералин, Сұлтанмахмұт Торайғыров. Міне сонымен бұл бөлім жабылады. Ары қарай кеттік. Ары қарай тағы да бір қызықты бөлімдердің бірі бұл сәйкестендір деп аталады. Біз енді пән мұғалімі ретінде өздеріңіз де білесіздер, сабақ барысында тест жұмыстарының бірнеше түрі ұйымдастырылады. Сондай тесттің бірі сәйкестендір тесті. Мысалы, мына 4 бөлімде Майлиннің 4 шығармасы беріледі. Мысалға, бірінші бөлімдегі, мысалы, мынаны оқайық. Хикаятта ескі қазақ қоғамындағы кезекті мәселе әйел теңсіздігі. Бірін-бірі сүйген жастардың махаббат бостандығы әңгімеленеді. Міне осы жерден бала қарапта шұғаның белгісі әңгімесі ғой. Сәйкестендіреді мына резинканы мына ұяшыққа апарып қондырады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, иә? Сонда бала үшін өте тартымды, жаңағы тек қана қаламмен жұмыс істегеннен гөрі бала өзінің қолымен апарып сәйкестендірген өте қызықты өтеді. Келесі бөлім бізде білімді мыңды жығады деп аталады. Ол манағы біздің тесттің жалғасы. Бірнеше тест жұмыстары беріледі. Енді келесі бөліміміз әдебиет болғандықтан өлең тармағын аяқта деп аталады. Мысалға, Майлиннің тең әйел деген өлеңін аламыз. Екі жолын береміз. Мысалға, тең әйел, сен теңелсең өмір жаңа, өзгеріп әлеуметтік салтпен сана. Жалғастырып жіберіңіз деп оқушыға жалғастыру ұсынамыз. Егер оқушы білмей бара жатса, оқушының есінде қалу мақсатында келесі бетінде сол өлеңнің екі жолы, яғни тармақтары тұрады. Сол жерде қайталату арқылы оқушылармен бірге жаңаны қайталап өтеміз. Міне бұл оқыту әдісінің тиімді жақтары осы. Сабақтарда қолданыламыз. Қолдану барысында оқушылар өте қызыға орындайды, жарыса орындайды, және оларға мынаның бәрін ашып, ұстап көрудің барлығы бір жаңалық секілді болып тұрады.
Ал құрметті әріптестер, міне мен сіздерді бүгін лэпбук оқыту әдісі технологиясымен таныстырып өттім. Яғни осы технологияны тек қана сабақтарда ғана қолданып қана қоймай, бұл технологияны жаңағы факультатив сабақтарында қолдануға болады. Және бұл оқыту әдісі оқушыларды ғылыми жұмыс жазуға жетелейтін әдістердің бірі. Сонымен қатар біздің мектебімізде өткізілетін бейімбеттану факультативтерінде қолданса да өте тиімді деп есептеймін. Сондықтан да сіздерге де осы оқыту әдісін қолдануға ұсыныс беремін. Оқыту барысында сіздерге көп көмегі тиіп, пайдасы тиеді деген ойдамын.